Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін кешкі асқа немесе түскі асқа осындай тауық етін әдемілеп, жаңағы дәмдеуіштер қосып пісіретін боламыз. Ең бірінші осындай тауық етінің 4 дана аяғын алып, оған аздап күнбағыс майын құйып, оның үстіне приправалар, яғни куркума, паприка аздап, одан кейін қара бұрыш, тұз барлығын салып, осылай араластырып бетін жауып 15-20 минутқа немесе 1 сағатқа қалдырсаңыздар да болады. Одан кейін осындай қызып тұрған майға жақсылап екі бетін қызартып қуырып аламыз. Жақсылап қызартып қуырып алғаннан кейін осылай пиязды турап саламыз. Қақпағын жауып біраз қуырып, оның үстіне осындай болгар бұрышын саламыз. Осылай бетін жауып біраз қуырғаннан кейін оның үстіне томат пастасын немесе осындай мен құйып жатқандай арнайы дайындалған соусты құйсаңыздар да болады. Одан кейін үстіне су құямыз. Барлығын осылай бірінші қатты отта, одан кейін астын жай қойып ұзақ пісіреміз. 40 минуттай етіміз жұп-жұмсақ, әп-әдемі болып пісуі қажет. Етіміз дайын болғаннан кейін қасына кез келген гарнирді салып, үстіне осылай етіміз бен подливімізді құйып, дастарханға ұсына берсек болады. Менде картоптан пюре жасадым. Сіздер де жасап көріңіздер. Міндетті түрде отбасыларыңызға ұнайды деп ойлаймын.